Армысыздар, құрметті оқырмандар. Өткен жылдарда Өскемен қаласында қанша көше жаңаша әрі қазақша атауға ие болғанын білесіздер ма? Ендеше соны білу үшін облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың басшысы Роза Әшімқан қызымен сұхбаттасуға келдік. Ішке кірейік. Сәлеметсіз бе? Жалпы өзіңізге қояйын деген бірінші сұрағым осы Өскемен қаласындағы көше атауларының жаңаруы туралы айтып берсеңіз. Енді жалпы мына соңғы 2 жылға тоқталатын болсақ, 2019 жылы Шығыс Қазақстан облысы бойынша 129 көшенің 9 нысанның атауы өзгертілді. Енді ол әсіресе мына басқұлт өкілдері көп шоғырланған Алтай ауданында көше атаулары көп өзгерді. Сонан кейін тоқтала кететін болсақ, Қатонқарағай ауданының идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларының көбі бүгінгі күннің Қазақстанның тәуелсіздігіне сәйкестендіріліп, жаңа атауларға ие болды. Көкпекті ауданын атап өтуге болады, өте көп көше атаулары өзгертілді. Ал енді 20 жылға тоқталатын болсақ, 2020 жылы жалпы ономастика комиссиясының жұмысына шектеу қойылған, дегенмен де біз биыл Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына байланысты қала аудандардан келіп түскен ұсыныстары бойынша елді мекендердің сосын көше атауларының атауын өзгерттік. Ол негізінен тек қана Ұлы Отан соғысының ардагерлері, оның ішінде тыл ардагерлері бар. Жалпы Шығыс Қазақстан бойынша 124 көше, 21 нысан, 36 көше атауы өзгертілді. Сондай-ақ Алтай ауданының бір елді мекені Первороссийский деген ауылдық округымен ауылы Полянская болып қайта атауға ие болды. Полянский деген социалистік еңбек ері, кеңес үкіметі кезінде сол жерде ұжымшарды басқарған, сол ауылға жаңа леп әкелген адамның бірі болып есептеледі. Енді өздеріңізге белгілі, Өскеменнің орталық көшелері өзгертілді. Ол мына идеологиялық тұрғыдан ескірген көше, орталық Дзержинский көшесі Әміре Қашаубаев атымен есімі берілді. Ворошилов көшесіне Шәкәрім даңғылы болып өзгертілді. Сосын Орджоникидзе көшесі Сағадат Нұрмағамбетовтің есімімен берілді. Сосын мына қала әкімдігінің, Өскемен қаласы әкімдігінің тағы да бір жақсы атқарып жатқан жұмыстарына тоқтала кетуге болады. Мына жаңа аялдамаларды салды. Аялдамаларды жаңартып салып, сол аялдамаларға жаңа Сағадат Нұрмағамбетов, мысалы үшін сол көшенің тұрғындары ол кісімен таныс болу үшін аялдамада тұрғанда ол кісі туралы толық ақпараттар, мағлұматтар жаңағы аялдамаға ілінген, сол жерден қала тұрғындары ақпарат алады. Осы жағынан да қала әкімдігі бізбен қосылып жақсы жұмыстар атқарып жатыр. Қазыбек би даңғылы өзгертілді, өздеріңізге белгілі. О да бір қаланың орталық үлкен даңғылдарының бірі. Головков көшесі өзгертілді, Чехов көшесі болып. Енді осындай атқарылған жұмыстарды көп деп айта кетуге болады. Онан кейін қала сыртынан салынып жатқан жаңа көшелер. Жаңа көшелердің дені қазақи атауларға ие болды. Жалпы енді осы соңғы 2 жылда бұрынғы жылдардағыдан көше атауларының жаңалануы, қазақшалануы қаншалықты деңгейге өсіп жатыр? Енді идеологиялық тұрғыдан ескірген бізде 441 көше анықталған. Бүгінгі күні соның 70% орындалды. Алдағы жылдары 2021 жылдары қандай көшелерде жаңа атауға ие болады? Жалпы тіл саясатына келетін болсақ, бізде биылғы жылы жаңа мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Бұл 2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатының жаңа бағдарламасы. Бұрынғы бағдарламалардан айырмашылығы, ол бағдарлама 10 жылға болатын болса, бұл бағдарламаның іске асыру уақыты 5 жылға жоспарланған. Бұл жердегі ең негізгі міндет 2025 жылы қазақ тілін латын графикалы әліпбиге көшудің кезең-кезеңмен іс-шаралар жоспары жасалып бекітілген. Үкіметтің сол латын графикасына байланысты халыққа түсіндіру жұмыстарын
кеңінен насихаттау болып табылады. Ең негізгі міндет соның ішінде жаңағы ономастиканы айтып отырмыз. Ономастиканың да атауларын жаңа латын графикалық қаріптерге сәйкестендіру жұмыстары қолға алынатын болады. Ал енді құрметті жерлестер, құрметті өскемендіктер, сіздерді қала күнімен құттықтаймын. Мына ғасыр індеті кезінде осындай онлайн шараларды жүзеге асырып өткізіп жатырмыз. Барлықтарыңызға шыдамдылық, денсаулық, әр отбасына бақыт тілеймін. Өздеріңізге де көп рахмет. Жұмыстарыңыздан сәттілік тілейміз. Аман болыңыздар. Өскемен 1000 жылдық тарихы бар қазақтың көне шаһары. Өскемен Алтын Алтайдың төріндегі Ерке ертістің жағасындағы қазақтың сән қаласы. Қала күні құтты болсын.